Баршаңызға ассаламу алейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өзіміздің коронный тамағымыз, сүйкімді тамақтарымыздың бірі рожкиді әзірледім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге сиыр еті, рожки, картоп, пияз, сарымсақ, болгар бұрышы, томат пастасы, дәмдеуіштер қажет болады. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, қатты қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін осылай ұсақталып туралған етімізді салып, араластырып отырып қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ендігі кезекте пиязымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Пиязымызды ұсақтап турап алғаннан кейін сарымсағымызды, бұрыштарымызды да турап алатын боламыз. Ылғи кеш батқан кезде әйел адамдардың проблемасы ғой, не тамақ жасаймын деп ойымызға неше түрлі күшті тамақтар келеді да, соңында әйтеуір рожки баса саламыз ғой. Сосын жолдасымыз айтады, кешке дейін не тамақ жасаймын деп жасаған тамағың рожки болды ма деп. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне осылай соевый соусымызды аздап қана құйып жібереміз. Сіздер қоспасаңыздар да болады, ол еттің қаттылығына байланысты қосып отырамын. Үстіне пиязымызды салып тағы да қуыратын боламыз. Достар, менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Достарыңызға, туыстарыңызға видеоларымды таратып, көмектесіп жіберсеңіздер, алдын ала көп рахметімді айтамын. Осылай бұрыштарымызды, сарымсағымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Картошкамызды да саламыз. Картошкамызды ірілеу етіп турап саламыз. Жақсылап араласып қуырылғаннан кейін үстіне суымызды құятын боламыз. Дәмдеуіштерімізді саламыз. Жарты ас қасық томат пастасын қосамын. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Ендігі кезекте үстіне суымызды құйып, қайнататын боламыз. Еті піскенше қайнатып аламыз. Қайнап еті пісер кезінде араластырып, үстіне рожкиімізді салатын боламыз. Менде рожки Султан фирмасыныкі өте дәмді болып шығады. Осында спираль рожкиді салдым. 7-8 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады тамағымыз. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар.